Галибек Алиев атындағы жалпы орта білім беретін мектебі 7-ші сынып оқушысы Бүкебай Марал, Ақұштап Бақтыгереева ақсақ қылады. Кірпік қақпай атырды хан танымды болу. О дариға үзілмек пе ән ғұмыр. Апта бойы неге хабар бермейді? Уралмайды аңға кеткен жалғыз ұл. Өлсе неге зарламайды мынау ел? Ер тоқыммен уралмай ма құлагер? Не болмақшы алтын тақтың ертеңі? Мүмкін емес жоғалуы мұрагер. Қойды іштене жұбата алмай көңілін. Той базары уралар ма төрінің? Сезді жүрек бір пәлені хан, бірақ естігісі келмеді ұлдың өлімін. Сезді іштей ендісінің оңбасын, ұлдың орны еш байлықпен толмасын. Сөйте тұра жаман хабар айтқанның көмейіне құям деді қорғасын. Ханнан солай қаталы күн болды да, естірту сөз түйді күйші сорлыға. Өнер тілі айтты ұлдың өлімін, бәрі-бәрін сайрап берді домбыра. Айтты екшек барлығында зарлана, көз алдында күніреген мандала. Күту керек зарлы күйдің бітуін, сездірмеді қашқанында құтының. Хан болған соң, айтылған соң ол баста, орындату керек енді үкімін. Күйші үнсіз күйін тартып болған соң, ханға сынды домбырасын жолдасын. Шанағына домбыраның әділхан құйғызыпты балқытылған қорғасын. Жүректегі мұң наланы жазалған, кеудесіне ұялатқан сазарман. Осы жолы қасиетті домбыра талайларды ажалынан құтқарған. Жырлауға адам қасіретін шаттығын, домбыраны алғаш ойлап тапты кім? Ақсақ құлан күйін тартқан кім еді? Бұл күндері білмейді ешкім авторын. Халық сүйсе талантының мұрасы, халықтікі атанады шын асыл. Ақсақ құлан халық күйі бұл күнде, домбырада